Егер ең танымал футболшылар мен олардың жаттықтырушылары бір үйде өмір сүрсе, ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса, және аяқтаушылар Реалға ауысабетін тоқтатса қалай болады? Бұл чемпиондар шоуы. Тамаша костюм. Сен не, Марселоның жаңа адвокатымысың? Мен бүгін қайырымдылық кешінде сөз сөйлеймін. Сен оған мына түріңмен барайын дедің бе? Әрине. Окей, күте тұр. Қоңырау шалу беріп бол. Бүгін біз ең мықты плеймейкерлердің біріне көмектесеміз. Лука Модричке. Лука ма? Ол маған сондай ұнайды. Лука футбол алаңындағы аса танымал әрі креативті ойыншылардың бірі. Бірақ алаңнан тыс өмірде оған кішігірім көмек керек. Дәл осы мақсатта біз осында келдік. Хей, міне оның өзі. Лука, жағдай қалай мақалай, досым? Сәлем. Естуімше бүгін кешке қайырымдылық шарасында сөз сөйлейді екенсің. Қайырымдылық кездесуі өзіңді көрсетіп, медиамен жақсы байланыс орнатуға таптырмас себеп. Лукаға мұндай бақыт бұйырды, сондықтан біз оған өзін көрсету үшін қол ұшын береміз. Мынау не пәле өзі, шли шахмат ойнап қоясыңдар ма не? Сен жаңа бүкіл Хорватияға тіл тигіздің. Не хабар? Шеше саласыңа. Луканың стилі ойын үлгісіне сай болу керек. Шапшаң, креативті, болжамсыз. Мен мынаған аса сенімді емеспін. Мәселен неде екендігін білемін. Мойныңа тату салу керек. Бер жақында. Окей, қалай тойлайтыныңды көрсетші. Окей. Гол соққаннан соң бірден командаластарыңның назарын өзіңе аудартуын қажет. Егер жеке тойлау әдісің болмаса, гол соққаннан не пайда? Лука жасыл алаңда голын тойлауды үйренді. Енді мен оған алаңнан тыс қалай тойлауды үйрететін боламын. Досым, мыналар кім? Бұл әйелім мен бала-шағам. Лука отбасылы жан, онысын құрметтеймін. Мен жай ғана оның төңірегіне бірнеше сәнгерлерді қосқым келеді. Бәлкім америкалық рэперді де. Лука, танысып қой, бұл Тайга. Қалай жағдай? Тамаша. Оуэн Уилсонға болмайтын бұл жігітті танымаймын, бұлай ақша төленсе болды ғой. Луканың шашы жақсы, бірақ одан мықты етуге болады. Міне, мынаны енді Галактико деп атай аламын. Сен әрине шабуылшы емессің, дегенмен көрінісің ешкем түспейді. Бұл кеште барлығын таңғалдырасың. Естеріңде болсын, мен Қашқыннан Реал ойыншысына дейінгі жолды өте алсам, сендер де істей аласыңдар. Балалар, басқа сұрақтарың бар ма? Сен. Серхио Рамос өмірде қалай? Роналдумен бір командада ойнау қалай екен? Мессимен танысың ба? Не? Лионель Мессимен жеке танысың ба? Фиаско деген осы. Акимат қайда қарап отыр? Бізге маңызды қаруды қолданатын уақыт жетті. Бұл мен Марио Бабалателли. Қане, жандырайық мына жерді. Ұнады ма, достар? Ұнаса не істеу керек екендігін білесіңдер. Әдеттегідей лайк басу ғана. Әлі 3000 лайкқа дейін жеткізе алмай жатырық. Бірақ сендерге сенемін, достар. Қане, бір әуіп деп төңкеріп тастайық.